келдік. Негізі Асаксаға басты келген себебіміз біз ертең Никоға кетеміз, туристік қалашық. Және біз осы Асаксадан Никоға бару үшін билет алуға келген едік. Асакса қыдыруға арналған нағыз күшті жер, себебі осы Асакса районында сіздер жаңағыдай Жапония екенін сезіне аласыздар. Мына фонда, артқы фонда көрген осы жаңағыдай біздің бәйтерекке ұқсайтын здание, ол Скай-3 деп аталады. Токиодағы, Жапонияда ең биік ғимарат. Бурдж Халифадан кейін екінші орындағы не ғой? Ғимарат. Жапониядағы магазиндер ерте жабылады. Біз көріп келе жатқан негізі дүкендердің сырты, ал ол сырты кәдімгідей біздікіндей жаңағыдай құр есік емес. Мысалы, Жапон мәдениетінен жаңағы бір көріністер. Яғни сіз көшеде құр келе жатып, Жапон мәдениетімен таныса аласыз деген сөз. Өте әдемі көрінеді. Мысалы, мынау мата сататын дүкен. Мысалы, сол матаны жасап жатқан адамның суреті. Және ар жақта тұрғаны осы храмның қорғаушылары болсын. Қорғаушылары бұлар бірақ кейін салынған екінші. Кейінірек салынған. Ең алғашқысы ортамызда тұрған ғибадатханасы. Қай жылы? 942 жылы салған. Мәссаған. Өте ескі. Содан бері тұр ғой сонда. Бірақ қанша рет жер сілкінісі болды, соның өзінде жапондықтар қимай осы өздерінің ғибадатханаларын бірнеше рет қайтадан жөндеген болатын. Ол 1649 жылы жөндеген, сосын 1945 жылдары жөндеген. 1649-да мына нені салған ғой? Екі колонна деймін. Қақпаны, иә? Соның мына қақпаларының биіктіктері 21 метр. 21 метр. Мысалы, Жапонияны қарасақ, мына жерде осындай 942 жылы салынған ғибадатхана да, ал мына жаққа қарасақ бағанағы Скай-3 бар ғой, соны көре аламыз. Және хай-тек пен жаңағы ежелгі Жапония мен қазіргі дәстүрлі Жапония мен заманауи кетерім. Біз алдында осы храмға негізі күндіз келгенбіз да. Бірақ кешке келгеннің өзі бар ғой, керемет сезім екен. Басқаша атмосфера ма? Ғибадатханалар жаңағыдай шамдары жанып, басқаша жаңағы түстер болып пішеңізді. Әдемірек көрінеді. Мынаны жақынан алып көрші, мына мүсіндерді. Күшті керемет, кешке келіңіздер. Мына мүсіндерге қарап отырып, сіздер қалай ойлайсыздар? Неден қорқап тұр? Менің ойымша, мына мүсіндер егер де сенің жүрегің таза емес болса, ниеттерің түзу болмаса, мынандай жерге келмей қойыңыз деген белгі беріп тұрған сияқты. Ол ойламайсың ма? Солай. Ана көздері... Жаңағы өзі буддизмдің өзі сондай ғой. Жаңағы ойыңды тазарту, жаңағы соған насихаттайды ғой. Жүректің тазалығы, ойдың тазалығы. Ешбір тірі жанға, жан-жануарға, адамға жамандық ойламау. Сондай ғой. Негізі буддистердің өздері айтады ғой, егер де сен адамға жақсы зат жасай алмасаң, ол туралы не ұрлым болса да жақсы ойла деп айтады. Соның барлықтар буддизмнің Түркістанда тұрған үлкен қазан сияқты да. Тай қазан. Сол үлкен қазан сияқты, бірақ бұның атқаратын функциясы бөлек. Қандай? Негізі мына жердегі андай благовониялар бар ғой, соларды көп порошок сияқты үгіттейді да, соның барлықтарын ақырындап жандырған кезде андай
күшті андай ақ түтін шығу керек еді. Сол түтінді жапондар мына жерге тұрып алып, қатар-қатарынан еліп тұрып алады да. Сосын олар менің миым көбейсін, ақылды болайын, әдемі болайын деген сияқты, фигурам жақсы болсын деген сияқты. Немесе қай жерлер ауырады, сол жерлеріне қарай апарады. Оны шалмен кемпірлер жасайды да. Ал жастар көбісі одан сайын әдемі болайын, шешім әдемі болсын деген сияқтарда айтады, олар айтады. Ол негізі күні бойы жанып тұрады да, қазір өшіріп тастаған, бірақ бір ыстық келіп жатыр мына жақтан. Жаңа ғана өшірген сияқты. Иә, жаңа ғана өшірген сияқты. Айтжан, күлді не қып түсіріп жатсың? Какая фотка. Қараңдар қандай күшті сурет түсірдім. Әдемі. Су бізде мысалы исламда мешітке кірер алдында дәрет алады ғой. Ал буддизмда дәл сондай, бірақ кішкене ұқсамайтұғын ауызды және қолды шаю керек. Жаңағы жапондар мұнда келіп, қолын және ауызын шаяды да, мына храмға кіреді. Селфи. Мынадай керемет ғибадатхананың алдында өзін өзі түсіру, селфи жасаушылар. Қалай, дұрыс шықты ма? Күшті шыққан сияқты. Кәне көрсет. Бірақ селфи жасамадым. Қазір селфи жасайық. Көрсет. О, күшті. Онша емес болды бірақ. Әдемі.